Армысыздар қадірменді көрермендер, саяси мінбер бағдарламасында бүгін қонақта Мұхит Қапылбекұлы. Сол жерде біз ойлаймыз, біздің Қазақстан просто выкачивание денег деп шетелдің компаниялар үшін енді кішкене рух, ұлттық намыс ойнайды ғой. Біз бүгінгі күнде фармацевтика, парафармацевтика, медицина саласында бизнес жасаймыз. Оның ішінде антимикробный препараттар, дезинфицирующие средства, оның ішінде күрделі растворларымыз бар, түрлі. Соны шығаратын зауытымыз бар. Тағы да 2 зауытты іске қосқалы отырмыз осы 1-2 айдың ішінде. Және үлкен көп сағалы клиниканы іске қосқалы отырмыз. Осыдан бір 10 жыл алдын шетелдің компанияларында біз жұмыс істедік. Солардың компанияларын басқардық. Солардың ошақтағы жаңағы өкілетті офистарын жүргіздік. Сол кезде көп тәжірибе алдық, көп әлемдік даму тенденцияларында болып жатқан жағдайлармен хабардар болдық. Сол жерден жинаған өзіміздің түйген мәселелеріміз бойынша осы ұлттық компанияны ашуға бел буған болатынбыз. Оған бірінші себеп біздің бір досымыз болған, Индус, Индияның азаматы. Сол кісі осы Қазақстанмен жұмыс істейді да 1 миллиард теңгеге товар жібереді бір компанияға. 1 миллиард теңгеге товар жібереді, мынау Қазақстанның компаниясы оған төлемей қояды. Ол енді бізбен жақсы араласқаннан кейін Индиядан, Мумбайдан бізге ұшып келеді. Мен оны алып жүрем, жаңағы кісілерге апарып жолықтырам. Сонда бір 200 миллион теңгесін алды, жүгіріп жүріп. 800 миллион теңгесі қалып кетеді ол. 800 миллион теңгесі қалып кеткеннен кейін енді ең соңғы келген кезінде мен енді қайтып келмеймін деп ұшып бара жатыр да. Енді мен оны уайымдап тұрмын. Енді бизнесіңіз не болады ана жақта? 800 миллион теңге убытокпен Қазақстан үшін кетіп бара жатыр. Сол кезде маған айтады: "Да нет, нормально, даже чуть-чуть заработали." Сонда 1 миллиард теңгеге товар сатып отыр, 200 миллион теңге ғана алып отыр да. Бірақ еще чуть-чуть заработали деп отыр. Сондағы мен ойланғаным, бұлар сонда қанша накруткамен бізге сатады. Біз қазақтар, біз сонда соншалықты олар үшін бір әшейін табыстың көзі ма, сонда мемлекет па деген ой келеді да. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе бар, 2011 жылы Швейцарияның компаниясында жұмыс істеп жүрген кезде Pharmacovigilance деген бір программа болатын. Оны профессор Күзденбаева Раиса Әлмағанбетовна деген кісі басшылыққа алып өзі жүргізді. Сол жерде үлкен анализ жасалады. Біздің Қазақстанға келіп жатқан экспорттың импортный дәрі-дәрмектерге. Соның ішінде 180 түрлі дәрі өз мемлекетінде қолданысқа рұқсаты жоқ. Ол яғни өте зиянды заттар. Оны өзінің мемлекетінде емес, соның сыбайлас мемлекеттерінде де сатуға рұқсат жоқ. Бірақ оны Қазақстанға сатып жатыр. Ол тендердан өтіп жатыр. Ол бүкіл протокол леченияда жүрген дәрілер да. Соны выявлять етіп, осындай мәселе болып айқай-шу болғаннан кейін тоже бір біз ойландық. Соншама бар жоқ 17 миллион халқымызда біз улай береміз ба, қырып біттік қой. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, жалпы нені жасаған кезде бюджетный план деген бар, соны өзіміз жасаймыз ғой, отырып. Шетелдік компаниялармен өзіміз жасаймыз. Сонда 900%, 1000% накруткамен жасалады да план. Соның ішінде 6% бюджет маркетингқа бөлінеді. Зарплатамен қосқан кезде бәрі 10% расходты алынады. Сол жерде біз ойлаймыз, біздің Қазақстан просто выкачивание денег деп
шетелдің компаниялар үшін. Енді кішкене рух, ұлттық намыс ойнайды ғой. Біз оларды кінәлай алмаймыз. Себебі олар бізге жұмыс беріп отыр да, істеп жатқан өзіміз, жүгіріп жүрген өзіміз, тендерге кіргізіп жатқан өзіміз, заявканы дайындатып жатқан өзіміз, министерствоға қайта барып письмо тастап жүгіріп жатқан өзіміз. Былай қарасақ өзіміз соны істеп отырмыз. Ол тағы бір мәселе ойландырған. Тағы да бір мәселе, 600 компания бар. 600 шетелдің компаниясының представительствосы бар. Соның бастықтарының бір 95% экспаттар отыр да. Экспат деген сөз өз мемлекетінен алып келіп қойған бастық. Оның айлығы бір 10 мың евро, 15 мың евро болады да. Олармен біз енді етене жұмыс істегеннен кейін кешке араласатынымыз бар, сөйлесетініміз бар. Олардың Қазақстанға келгісі жоқ. Бірақ маман жоқ Қазақстанда, басқарады. Топ менеджмент өте төмен. Одан қалса, оларда сондай бір ой қалыптасқан, Қазақстанда бір үлкен бизнесті, үлкен дәрежеде бір топ менеджмент өте слабый деген сияқты. Жаңағы тек қана о 3-4 стадиядағы адамдарды Қазақстаннан алуға болады, қалғандарын шетелден әкелу керек деген ой қалыптасқан. Оған бір себеп бар. Біздің қазағымыз бірдеңені біле қалса, ағылшыншаны біле қалса, уже кішкене жұлдыз ауруы дей ма, сондай болады да. Бір директор по маркетингу деген должностқа, мысалы үшін, ол 7-8 мың доллар айлық сұрайды. Ол шетелдік азамат, оған мына Өзбекстаннан 3 мың долларға келеді дәл сондай маман. Ол тек қана ағылшынша емес, там маркетингте анантты мынантты біледі. Еще при необходимости 12-ке дейін қал десе қалып жұмыс істейді да. 3 мың доллар, 4 мың доллар төлейді оған. Біздің запростарымыз мамандардың өте жоғары болды. Соның кесірінен де шығар, екінші бастықтар, үшінші бастықтардың бәрі сол Украина мен Өзбекстаннан келген азаматтар болды. Сол жерде енді біз Қазақстаннан келіп жүрген, біздің де ішеріміз кем емес, біз де әйтеуір ағылшынша сөйлейміз, не етеміз. Бірақ неге біздің ішімізден бастық жоқ? Неге осындай болады деген сияқты. Олардың ешқайсының жаны ашымайды ғой елге. Қандай дәрін мынаны әкелу керек та, бұны тендерден өткізу керек дейді, кірсек жүре береді. Осы мәселелер бізді ойландырды біраз жігіттер. Біз бұлай жүре бермеуіміз керек. Біз өзіміздің өндірісті дамытуымыз керек. Жаңағы 180 дәрі деген қалай өзінің мемлекетінде запрет болған нәрсе біздің мемлекетке ешқандай несіз, барьерсіз өтіп кетеді. Оны бізді тексеретін біздің лабораторияларымыз жоқ. Біздің лабораторияларымыз регистрационный удостоверение деген бар. Оны алу үшін сол жақтың сертификаттарына қарайды, соны аударады, соның инструкциясын аударады да, қазақшаға аударып біздің заңға сәйкестендіреді, оны тіркеп жібере салады. Осындай мәселелер болғаннан кейін біз өзіміз осының бәрін жасауымыз керек деп 2012 жылы Асен Фарм деген компанияны ашып бөлек кеткен болатынбыз. Бастама осындай болған.